очный ставка дейді ғой, беттестіру сәтін олар түсіріп алған сияқты. Жаңағы үйге маска киіп келген жігіт оны түсіріп отырды. Мына жақта креслода ана екі участковый формадағылар мені қарама-қарсы сұрақ жауып алып отырды. Одан кейін шыққаннан кейін міне біз сізді 3 сағат ұстадық, 3 сағаттан артық ұстауға хақымыз жоқ деп шығарды. Басқа қақпаға алып бара жатыр. Мен жаңа мына жақтан кіріп едім ғой, сіздер мен қайда бара жатырсыздар деп. Ой, әпкесі не болса презерация ете береді екен, сол қақпа жабық тұр, бірдеңе деп сылтауратты. Мына жақтан шыға берсеңізші деп. Мына жақта қақпа мынандай рельсовый қақпа, мынандай машиналар кіретін. Соның шетін ғана саңылау ғана кішкене ғана ашты, содан әрең дегенде сыйып қарасам 10 шақты бөтен әйелдер тұр. Сосын біреу бүйтіп, жаңағы жақындап, біз сізді группа поддержки болып келдік деді. Мен сеніп қалдым. Ой, рахмет, сіздерге сәлеметсіздер ме дедім. Сосын қараймын, Ақмарал Марталарды іздеп жатырмын, өзім танитын аналарды іздеп жатырмын. Өзім танитын аналардан ешкім жоқ ол жерде. Мен ойлап тұрмын, олар ана қақпада қалды деп. Нұргелді журналист келем деген, Азаттықтан келем деген. Иә, сіз звондадыңыз. Мен ойлап тұрмын, сіздер бәріңіз ана қақпада тұр деп. Сосын мына қақпадан шықтым да, мен арғы қақпаға баруға маған әйелдер мүмкіндік берген жоқ. Шашымдан бетіп, бұрымымнан ұстап, орамалым бір жақта қалды, өзім бір жақта. Міне бұлай ұстап алған, екі жағымнан, екі қолымнан ұстап алып, ішімнен қалай. Айтпайтын сөздерді айтып жатыр да, боғауыздың түр-түрін айтып жатыр. Ішінен еңкейіп қалдым. Сосын сіздер әлі нетесіздер ғой, дұрыс істеп жатқан жоқсыздар деп өкінесіздер ғой. Чаттардың бәрін өшіресің дейді. Жарайды, өшірем, мақұл деймін. Мен чаттарым сіздерге зиян тиді. Әр нәрсені айтты қысқасы. Ана жерде мен шок болдым да. Тек беттеріне қарап, басымды изей бердім. Былай тұр, міне. Былай екі қолымнан ұстап алған, ішінен дыхалкадан ұрып жатыр. Басымнан біреу, мына жақтан біреу, басымнан жұдырықтап ұрып жатыр. Одан кейін мен уже шоқтық, өзім шөлдеп шыққам, таң атқалы ештеңке нәр татпағым, кешеден бері нәр татпағым. Шөлдеп шығып, аузым кеуіп кеткен, оларға өшіресің дейді, мақұл, жарайды, өшірем деймін. Бәрін таратасың, осы болған оқиға туралы біреу бір жерде айтатын болсаң, жақсылық күтпе. Қорқыту, үркіту түрлі. Неше минутқа жалғасы шамамен? Сосын өшіресің деген кезде мен айтамын, жарайды, мақұл, өшірем, мен телефонын жәшікке, ана қақпадан мені кіргізген еді, мен телефонды жәшіктен алайын, сосын өшірем, мақұл. Қазір біздің көзімізше өшіресің чаттарды. Мақұл, өшірем, сендердің көздерінше өшірем. Арғы қақпаға бірге бардық. Қолынан ұстап алған дейді. Ол қақпаны қағып тұрып, ашпай қойды. Ішінде адамдардың сөздері естіліп отыр, бірақ ашпай қойды. Ана қақпаға барыңыз, ана қақпаға. Қайтадан мына қақпаға келдім, бұл қақпаны қағам ашпай. Мен соткам қайда деймін да, мен телефоным қайда. Сөйтіп жүргенде қарасам, жаңағы мені ұрған қара киімдегі толық әйел. Сосын екіншісі де көзіне очки киген, толық темно-синий киінген әйел, шашы қысқа. Олар жоқ, олар кетіп қалды. Енді более спокойный жүрген әйелдер ғана қалды. Бірінші спокойно сәлеметсіздер ме деп әңгіме солай басталған еді ғой. Артынан сіз бізді көтерілсе шақырып, біздің балаларымызды жетім қалдырайын деп жүрсің ба деген сияқты. Мен ешқашан ешкімді көтеріліске шақырған емеспін деймін ғой. Мен бірінші күннен сіздерге айтып келе жатырмын ғой дедім. Бізге қан төгіс керек емес, бізге көтеріліс керек емес. Біз конструктивті диалогпен мәселемізді шешеміз деп айтып келе жатырмыз. Сіздер қателесесіздер, мен сізді көтеріліске шақырған емеспін деп. Түсінбейді. Боғауызды айтып жатыр. Сіздің атыңыз кім десе, мен сен менің атымды не қыласың дейді. Сен менің атым саған не керек? Қысқасын айтқанда шок болдым. Олар ұрып сол ең активно 3-4 ұрғандары жоқ болып кетті де, басқа спокойно тұрғандар. Сен басында бәріне көмектесем деп едің, жоқ болып кеттің. Сен бізді лақтырып кеттің. Сен елден ақша жинап жоқ болып кеттің. Біз үшін елден жиналған ақшаны сен бізге берген жоқсың. Мен айтам, мен Каспий Голдымда қанша адамнан ақша түскені, және мен кімдерге көмектескенімді айтам. Мен бәрін жариялап айта бермеймін ғой дедім. Мен артығымен көмектесіп жүрмін адамдарға дедім. Мен оның бәрін сіздерге отчетін жасай аламын дедім. Сәулехан, нақты күдіктенетін біреулеріңіз бар ма? Мен бұны тек қана биліктің тапсырмасымен істеп отыр. Ана жаңағы ровд бұның бәрін біліп отыр. Мен ойлаймын, ол жерде ана камералар тұратын шығар территориясында. Сол ровд-ның тапсырысы ма, халық әкімшіліктің тапсырмасы ма, одан да жоғары жақтың тапсырмасы ма, мен білмеймін, бұны қолдан ұйымдастырып отыр деп ойлаймын.
солай есептеймін. Мен адвокатмен ақылдасам, мен шағымданамын деп ойлаймын. Өйткені мен заңға қайшы ештеңе істеген жоқпын. Мен қылмыс жасаған жоқпын. Қылмыскерлерді бүйтіп іздеп, қылмыскерлердің артынан күніне 5 полиция, 10 полиция келмейді. Менің үйімді тонаған кезінде. Менің балам өлген кезде мен бір полиция келіп сұрамаған, сен балаң неден өлді деп. Ал бірақ мынандай жағдайда мені қылмыскер сияқты жұдырықтай бір әйелден қорқ, күніне 5 полиция, 10 полиция келіп, бір жапырақ қағазды алып келіп тапсырып кетеді маған, сен роботыға деп. Кешеден бері бұл хабардарсыз. Бүгін сағат 6-да түрксібте. Бүгін 6-ға шақырған. Менің қазір скорый шақырма десем де сіңлілерім скорый шақырып отыр. Мен жағдайым жоқ, мен түрксібке бармаймын. Менен сұрақ жауап алатын болса, адвокатым сіз, мен ешқайда, еш жерде сұрақ жауап бермеймін. Өйткені мен комиссия адвокатым бүгін келген кезде оны алдап шығарып жіберді, рұқсат етпеді, доверенность сенің хатың жоқ деді, әр нәрсені сылтауратып шығарып жіберді да, өзімді жалғыз өзімді алып шығып басқа қақпадан апарып шеберлердің ортасына лақтыра салды. Оны сол роботтың адамдары өздері істеп отыр деп ойлаймын. Просто перебьюсь хоть немножко. Текст длинный. Микрофон вы вдвоем там. Микрофон подержи. Қазір оқысам құсқым келеді да, ұқсамаймын. Басым айналады, сол жерде ұрып атқанда. Басымнан екінші, үшінші, төртінші рет тұрғанда көзім қаралды. Басым жұдырықпен ма? Иә, мына жағынан. Ондай гематома ештеңе болмады ма? Оны білмеймін. Жүрегім айниды да, басым айналады. Сосын не дірілдеймін, әлсіздік. Жарақат қаншада алдың? 4-те шықтым мен ол жерден. 4-тен 5-10 минут кеткенде шығар мүмкін. Сағат. Сол кезде мен алдым. Көзім қарауытып, бүйтіп тұрып қалған кездерім болды. Бәрі тарап кетті, мен ұрған әйелдер, қатындар тарап кетті да. Рабочий норма мен да. Кішкене алды. Мынау қолдарымдағы беттерінен ұрып, уже мен просто тұрдым, ештеңке қарсыласқан жоқпын. Ішімнен дыхалкада бар. Демаламай тұрған сен. Тілдің астына салыңыз, ергенде айтыңыздаршы. Басына жақта ешқандай нелердің жоқта, көздерген. Атаңыздан шеріңді тепеді ме? Тепеді жоқ, иә? Жоқ, аяқпен тепкен жоқ. Тек Құрғысыңыз көресіңіз, шағыңызды. Басып жатыңыз. Ұзыннан аяғыңызды жатыңыз. Ай, Өші жаңа ма? иә. Ай. Кішкене осы іштен ұрғанда есіңіз жоғалтқан жоқ па? Бірақ демалмай тұншығып қалдым. Құсқан жоқсыз. Тошнота бар бар, иә? Тошнота бар, құсалмайды, ішім бос. Оқысам, тек қана оқысам. Кешеден бері іштен ішкен жоқпын өйткені. Қазір полицияға алып кетейік. Енді бас айланып сенен қойып атпаған. Бұл жер қай районға жатады? Жетісу. Кішкене көтеріп жетіп. Құсқан жоқсыз, бірақ басыңыз айланып тұр, иә? Онда не тек бірден больницаға апарайық? Сөйтіп не деп сушка. Да, больница давайте. Сейчас не в состоянии все равно. А ранее вам знакома девушка, тем более, которая? ешқайсысын танымадым. Қанша адам?
санап үлгермедім, он шақты жас, кәрі, орта жаста әртүрлі. Наурызбайский ма, Алатауский Наурызбайский алдында. Қақпасының алдында. Ранее не знакомы, да? Қазір с сотрясениями апарамыз, басқа Қайда қаласыз? Қай больницаға апарасыздар? Сыйласыз ба, жоқ носилка керек па? Баспалдаққа сыйласыз ба? Или носилка керек. Скорее всего, каскурин Носилка алып келесіздер ау. Қай больницаға алып кетесіздер? Или жетіге, или БСМ-ға тас көреміз ғой. Біреуін жібересіз, қыздарды бересіз. Астына водительге айтсаңыз, тамақ берсін деп. Үйге кешеде Гамак. Ол жерден 4:30-ға дейін спектакль жалғасты, где-то 5-ге дейін. Ол жаққа не үшін жұмыс бабымен барып келдіңіз? 6-ларда келдім, иә? Повесткамен шақырған ғой. Повесткамен. Повесткамен шақырғанмен өздері келіп, Өздері соққыға жыққан. солай біз болғанымыз жоқ, бірақ сөзінше. Бірінші Алматы қаласының ішкі істер департаментіне апару керек болатын. Бірақ жол-жөнекей әпкем звондады да айтты, бізді Наурызбайский районға алып бара жатыр. Соны білем болған, басқа ештеңе. Ол жерде жаңа сотрудниктер ұрды ма? Кім ұрды сөзді? Жоқ, ол жерде ешкім ұрған жоқ. Сотрудниктер мені қақпадан шығарып жіберген кезде, қақпаның алдында 10 шақты әйел күтіп тұрды. Қатындар, әйелдер ұрды. Мен оны... Олар танымайсыз, де? Танымаймын. Группа поддержки болып келген әйелдер шыға деп, мәз болып, ой, сәлеметсіздер ме? Біз сізге поддержка жасауға келдік деп, басында ехидна сөйтіне түсіндірді. Ой, рахмет, сәлеметсіз. Бірақ өзім танитын менімен бірге барған Ақмарал мен Мартаны іздеп жатырмын. Ақмарал қайда, Марта қайда деп. Сосын бергеніңізші өзі біз сізбен Қолдарыңыз кешегіден қалдыңыз ұрғаннан? Бүгін ғой, бүгін сағат. Бүгін кетер? Иә, сағат 5-терде, мен о жерде 4-4:30-ларда шықтым. 4-4:30-ларда шықтым. Айза, сен скорыймен бардың ба? Қолмен ұрды, басымда алға келді ма? Іштен жұдырықпен ұрды ма? Олар не, андай, кәдімгі дін жолындағы адамдар ма? Жоқ, жалпы өзі Жоқ, кәдімгі өзіміз сияқтадыңдар. Қара футболка, қара шалбар киген әйел бар. Сіз данылар білмесе, олар танымай. Сосын екі еркек видеоға түсірді камераға, соткаға. Сол ұрғандарын сөзді. Бірінші бағырларынан шыққан сәттен бастап түсірді. Менің үйіме келіп алып кеткен полиция қатарындағы, менде видеода бар, маска киген жігіт, қарачки киген жігіт, сол ана жақта маскасын қарачкені шешіп ұстап жүрді, сол жігіт видеоға түсіріп тұрды. Давление түсіп келеді. Видеоға түсіріп тұрды. Міне осы. Қазір диалог жасаймыз. Тыныш жұмыс істейміз дегенде осындай жасаймыз. Билікпен бірігіп жұмыс істейміз деп. Диалогқа келіп, әкімшілікпен бірге жұмыс істейміз. Ана екі участковый маған сұрақ жауап алған участковыйлардың аты жөндері. Көрмеймін ба? Олар өздері істеген жоқ. Маған сол әйелдердің ортасынан жіберіп жүріп, сол қатындарға ұрысып тұр ғой. Енді өздері ұратын ситуацияға келе жатыр да мені. Наурызбайскийде болды ма? Наурызбайский. Телефон түсіріп алды. Түсіріп алды. Жазасын берсін бәрін. Doktorlar ne de var? Doktorlar. Şey zamanı var mı? Дыхалка мама.
Нет, даже шмезатын дейді. Олар алмағандар десе. Сол жерде зертханада шығарған. Жоқ, олар кәдімгі үйінен келген тап-таза. Егер сендер сенің чаттарында отырамыз деп сөйтеді. Шатып отырғанда келіп бұра беру керек пе? Негізі өзім аяғымен жүріп көрейінші. Жоқ, жатыңыз. Сушись па. Жатыңыз. Ақыр бәрін еттің шақырып. Сізді көтереміз бәріміз. Көтереміз. Ерланда бар ғой келіп. Екі таныстайық та. Иық қазір бүйтіп Жоқ, артқа мынау көтеріп алайық. Өзім аяғымен жүріп көрейінші. Жоқ. Жатыңыз. Төмен. Былай көтереміз. Тағы да. Чуть-чуть. Ахмет. Иә, екеуміз. Ар жақтан. Екі жерден саған. Ана басының алдына жіберсеңдерші мына бір. Басын соғынан. Лестницамен алып кетсем. Жазыр. Наоборот, ұстауларыңыз керек еді. Аяғын мынау төмен жіберіңіз. Аяқ кейін дос жер қояйын ба? Екеуі де. Кім отырады? Қандай больницаға апарасыздар? Қай больницаға апарады? 7 қалалық. 7 болып шешті ма қыздар? 7-ге баратын